Димаш Құдайбергенов. Бұл есім аз ғана уақыттың ішінде күллі әлемге тарады. Айта кету керек, қысқа ғана мерзімде Димаш феномені қалыптасты. Димаш феноменінің Ол бұған дейін де талай рет топ жарған, бірақ дәл қазіргідей эйфория болмады десе де болады. Сөзсіз сахнада қалам деп ойлаған жоқ. Әрине бір жауапкершілік, ең бастысы халықтың назары, халықтың ықыласы, халық бәрін көріп отыр. Енді әрине қауіпті болып уайымдадық. Осыны компьютер ақтырып алып қызметқа. Білем, барабан негізі кішкене өзгерту керек. Енді алғашқы 1-2 күн бір түрлі болып жүрдім, бірақ сөзін шыны керек.我感觉保持一个柔的，哪怕很高的声音都。 соңында күш болып қойды. Жеңіске жету үшін біраз қиналу керексің, біраз еңбектену керексің. Өз-өзіңе күш жұмсау керексің. Гереге ана соңына таман не керек деп жатыр, бэк-вокалдар. Дейтін жерден бастап, сахнаға мен жартылай дайын нәрсені шығарғым келеді. Әдеттегідей 100%-ға дайындалдым.